шашып, жаным. Можем пока машине ждать. Айналып керек екенбіз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге стендап комик Тілеген Еркінбеков. Барлықтарыңызды 22 наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Біз қазір арнайы степ редакциясы үшін стендап материалды, монологты апкатывать етеміз. Ауылдағы барлық аттың үстіне отырып қой баққан кезім барлық есім түсіп кетті. Аңыз степте, далада қойлар, бір жылқы, өзің қуа бастағаннан өз-өзіңмен сөйлесесің, одан кейін жануарлармен сөйлесесің. Мен ауылда жүрген кезде, маған кішкентай кезімде атам құлын сыйлаған. Тілеген балам, мынаны ертең сен өскен кезде тойыңда соямыз деп. Мен қазір 29-ға келіп әлі үйленген жоқпын да. Ал атам ол құлынның фотосын маған кішкентай кезден бастап әлі күнге жіберіп береді фотосын. Міне өсіп қалды деп. Басында құлын кезінде жіберген кезде анау құлын бар ғой, жас, веселый былай, чё там, родной, не тема деп, веселый болып тұратын фотоларында. 20 жасқа қарай жіберген фотоларда есейіп қалған, андай бір күлмейді. Жақында 29-ға толғанда тағы да бір фотосын жіберді. Ашып қарасам, ана аттың көзінде от жоқ уже, маған сенбейтіні көрініп тұр. Фотоға көзіне қарасам, Тілеген қанша қалды дейсің маған? Біләті үйленсейші деген секілді түрмен тұрды андай. Бірақ ол атты андай қартайып өліп қалады деп вообще қорықпаймын мен. Атам оған жол бермейді. Бірақ қорқам да, келесі жылы атам тағы да сол аттың фотосын жібереді. Фотоны ашып қалған кезде ат былай подкапельница жататын секілді. Тілеген, мен былай өмір сүргім келмейді, Тілеген. Сен үйлен. Или маған бір капля никотин берші, пожалуйста, деп айтатын секілді. Сондықтан да тезірек отбасы құрып, семьялы болу керек деп ойлап жүрмін. Қыздармен вроде былай сөйлесем, бірақ түсінбейсің, мен болашақ жарым ба, өмірлік менің серігім ба деп түсіне алмаймын да. Ойланасың да. Мүмкін мен тағдырым басқаға шығар. Амалсыз ой келеді да сондай. Мысалға мен бір достарым бар да, олармен жүргенде ондай ой вообще келмейді. Мына бір жігіт басқа дос табу керек деген секілді. Білмеймін, оны түсіндіре алмайды екен. Никогда болмапты, бір досымды шығарып салып, все равно давай деп қол берсін. Жолда кетіп барып, басқа жігітті көріп қалып, мынадан жақсы дос шығатын секілді. Никогда ойламаппын. Кішкене 30-ға келіп орда бұзбасақ ертең сын болар, сондықтан да бұйыртса деп отырмыз енді. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған Тілеген Еркінбеков және де менің астындағы рыжий родной менің. Рахмет. Стопқа басылмай қалдың ғой. Мынау менің атым, аты піштіріп жатты жақында. Настроение жоқ. Аты Малыш. Мінезі нормальный екен. Өзім сияқты жайлау мінезді қазақтың қара аты дейді. Позорить етпе мені главный. Мен олардың арасында ауылданмын деп көп айқайлайтын мен. Опа, бісміллә. Бастағанда не айтамыз? Негізі біздер өте бай халықпыз ғой. Жерге бай, табиғатқа бай, пайдалы қазбаларға бай. Өзіміз по отдельности кедейміз. Бірақ базар жоқ, байымыз, короче. Қазір мақсат байып кету керек, бәрі байып кеткісі келеді. Мен де байып кеткім келеді. Бірақ мен инфо-цыгандар сияқты байып кеткім келеді да. Желательно, ештеңе істемейші. Көзің жұмдың, пақағыңды кешірдің, таролог бір зат айтып жіберді. Байып кетеді ғой, сөйтіп байып кеткім келеді. Сол өткенде бір проработка істейін деп шештім. Оны кезінде, оказывается, Джек Маның өзі істеген проработка, анау деген мақта, короче. Сөйтіп, проработка не дейді? Орысшаға, закройте свои глаза дейді. Көзім жаптым. Зайдите к себе маленькому его комнату дейді. И расскажите ему все, что вы хотели услышать в детстве дейді. Сөйтіп, ладно, көзім жып, крем да бит. Көзімді ашамда қаяқтағы моя личная комната в детстве. 90 жылдары. Шалқарда. Қаяқта личная комната. Ұйықтайтын комната бар. Бәріміз ұйықтайтын бөлме бар. Оны зал деп айтады. Мынандай бір көрпе жатады. 40 адам ұйықтайды. Сабақ оқитын бөлме бар. Ол аты кухня. Ол жақта да өзің өтпайсың. Әжелер сериал қарап отырады. Ойнайтын комната дала енді. Бір жалғыз комната бар, жалғыз бөлме бар, өзім отыратын. Ол енді туалет, қаланың андай комфортабельный туалет емес еще андай. Ауылдың туалеті болады ғой. Дырка защищена от ветра демей ма? Сондай туалет қой, сөйтіп, ладно, сол жаққа кіріп айтайын деді мен. Сөйтіп, көзім жұмып сол жаққа кіріп келдім. Кірсем алдымда кішкентай мен отырмын да. На картах. Соған қарап айтамын ғой, Руслан, ты самый прекрасный ребенок на этом свете. Все тебя любят, деймін ғой.
ана бала маған қарап отырып братан мен орысша түсінбеймін дейді да. Не айтып тұрсың? Арттан дауыс естисем ғой, Руслан, яп твой мать, бұзау шығып кеткен, огород таптауды қаяқ жүрсің деген. Ана бейшара все деп жүріп кетіп қалды да, көтін сүрткен жоқ бейшара, жүгіріп барады. Артынан бүйтіп айқайлаймын ғой, Руслан, ты скоро станешь крутым комиком, уйдешь с этого аула деймін. Ана жүгіріп барады да, братан, түсінбеймін дейді. Кішкентай кезімде орысша білген жоғым по идее ше. Әзіргі күнге дейін даже менің орысшам басқа ұлттың адамдарына мен орысшам жақсы. Дагестанецтерге, якуттарға мысалы мен орысшам жақсы. Қазақтарға орысшам дұрыс емес. Неге дейсің ғой? Басқа ұлттың адамдары мысалы менің орысшам естісе, олар не дейді? Это нормально деп айтады. Так и должно быть. Он не обязан знать наш язык деп айтады. Бірақ сен андай орысша сөйлейтін қазаққа, я пошел спать деп көрші. Фу, мамбиш дейді, с какого-то региона приехал деп. Сондай қазақтар үшін қаншама жыл стараться етемін, орысша мұнша емес. Ол қазақшалар вообще жоқ. Потому что олар мен үйге баратқанда деп айтса біздер мәңгүрт дейміз ғой. Мәңгүрт тураши. Сол бітпейтін мәңгүртовская, мамбетовская война. Сол войнаны тоқтатам деп жақында заманда сен подкастқа бардым. 5 қазақ 2 сағат бойы отырып алып қазақ тілі үшін көт жырттық. Орысша. Жоқ, мен бірақшы бүткіл орысшаны шығардым, базар жоқ. Как казах, который вырос в ауле, позвольте вам сказать. Себебі мен осы подкаст арқылы өзімді елге ауылдың қазақтары мен қаланың қазақтарының арасындағы қазақша сөйлейтін қазақтар мен орысша сөйлейтін қазақтардың арасында көпір қылып көрсеткім келді да. Бірақ оның орнына амбассадор кунилингусы Қазақстан еліп кеткен. Сол, бәріңе рахмет. Так, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Не только табиғатымен өзімізді бай халық болайық, қалайық. Так, давай дубль номер 2, пусть они не думают, что типа я не умею садиться на лошадь. Меня зовут Адият Шакир, и мы снимаем обкатку для степь. Все. Моего коня зовут Шаман, прям как того шамана, он тоже кастрированный. Я сейчас себя чувствую, знаешь, кем? Этим. Ладно, неважно, я забыл. Я родился в ауле, у меня единственное развлечение было ездить верхом на лошади. И чтобы у меня было больше развлечений, я уехал жить в город, стал комиком. И куда меня это снова привело? Первый раз в 5 лет сел на лошадь. У меня есть детская травма, связанная с лошадьми. Однажды я ездил на кобыле без седла. Я катался в степи, а там был жеребец, и он решил осеменить мою кобылиху, но он не дождался, пока я с нее слезу. Поэтому у меня есть какие-то загоны. Так, у меня 2 любимых запаха в жизни существуют. Первый — это запах волос младенца, и второй — это запах лошадиного пота. Потому что запах лошадиного пота, у него как будто бы вайб сделанной работы. Как будто бы ты что-то очень сильно хотел, долго напрягался, и у тебя получилось. У меня в детстве была лошадь, ее звали Казбек. Мой дедушка, он стал заглядываться на эту лошадь, а потом я узнал, что ее зарезали носогом на мясо, заготовили мою лошадь, и я год не ел мясо, потому что это был мой друг. Это странно было есть своего друга. Других лошадей я ем, но его я съесть не смог. Так. Я еще роды у лошади принимал. Часто я видел, как животных убивают. Мне очень жалко всегда было их. Я не знаю, почему-то всегда в эти моменты больше за животных болел, чем за своих родных, за свою семью. Я что-то смотрел на эту лошадь и думал, ты же можешь сбежать, ты сильная. В тебе как минимум 1 лошадиная сила. Ты можешь вырваться и сбежать, тебя держит Аташка мой старый. Ёбаный, и все, и беги спокойно. Он меня хочет в профлиз воткнуть. Вот говнюка. Я должен его показать.